Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін 46-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. Бүгінгі сабақта сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз. 37-ші жаттығу. Мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы. Дастан сабақтан отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен «Мені шақырған кім?» деп айғайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын еп, жемісін ұсынды. 7-ші жаттығудағы мәтін бойынша бізге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтін не туралы? Мәтін дастанның ойы туралы. Қарамен жазылған сөйлемді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен «Мені шақырған кім?» деп айғайлады. Оның қандай сөйлем екенін айт. Қарамен жазылған сұраулы сөйлем болады. 38-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып, сурет салуға кірісті. Кенет «Осындай кемпірқосақ бола ма екен?» деген біреудің даусы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. «Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін. Сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін, ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Мәтіндегі сөйлемдерді тыныс белгісіне назар аудар. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз дейді. Осы мәтінде балалар сұраулы сөйлемдер «Осындай кемпірқосақ бола ма екен?» «Амансың ба, балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің?» «Сонда қалай?» Осы сұраулы сөйлемдерді дәптерге көшіріп жазып аламыз. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Ережені жаттап аламыз. 39-шы жаттығу, төмендегі сұрақтар бойынша парталасымен диалог құрастыр. Нешінші сыныпта оқисың? Мен 2-ші сыныпта оқимын. Сабақтарың нешеде басталады? Біздің сабағымыз таңертең 8-де басталады. Сабақтан кейін не істейсің? Үйге барып тамақтанамын, сабағымды оқимын. 40-шы жаттығу, хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Бізге хабарлы сөйлемдер берілген, сол сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырамыз. Толқын кітапханадан кітап алды. Толқын кітапханадан кітап алды ма? Ол көп оқиды. Ол көп оқиды ма? Әжесіне ертегі кітап оқып берді. Әжесіне ертегі оқып берді ме? 41-ші жаттығу, суреттер бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Асқар не істеп отыр? Айжан мен Қанат қандай үйірмеге қатысады? Дана мен Гүлжан не істеп отыр? Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз.